Сәлем инста достар, мен Дажанов Исламбек. Сіздерге бүгін Forever компаниясы ұсынған керемет өнім Aloe Vera гель туралы айтқым келіп отыр. Енді бұның құрамы және де жалпы ағзада атқаратын қызметі туралы айтатын боламыз. Aloe Vera гельдің құрамында 75-тен аса нәрлі зат бар екен, адам ағзасына қажетті болған. Оның ішінде витаминдер, минералдар, амин қышқылдар, энзимдер және де лигнин, сапонин деген зат болады екен. Енді оның әрқайсысының қызметі әртүрлі, және де әрқайсысы жеке бір қызмет атқарып отырады екен адам ағзасында. Енді бұның ағзада негізгі үш түрлі қызметі бар. Оның біріншісі ас қорыту жолының, яғни ішектердің қабырғасын шлактардан тазарту болып саналады. Енді мысалы күнделікті жеп ішкен тамақтан қалдықтар қалып отырады, ол ішектің қабырғасына жинала уақыт өте келе шлакқа айналады екен. Яғни қатқа айналады былайша айтқан кезде. Енді ол не істейді? Ішекке тамақтың сіңу процесін төмендетеді екен. Одан кейін адамда шаршау болады, иммунитет төмендеп кетеді, әртүрлі ауруларға шалдыға бастайды екен. Енді сол шлактарды мынаны Aloe Vera гелінің құрамындағы сапонин деген табиғи көпіргіш зат жуып жібітіп ағзадан шығарып отырады екен. Ол бірінші қызметі Aloe Vera гелінің. Енді екінші қызметі иммунитетті көтеру. Қалай? Бұның құрамында Б топтағы дәрумендер бар. Қосымша А және де С дәрумені бар екен. Енді Б топтағы дәрумендердің ішінде ең ағзаға қажеттісі B12 дәрумені бар. Және де бұның құрамындағы дәрумендер ағзаға күнделікті тамақпен бірге түсу керек болған. Яғни біздің ағзамызда синтезделмейтін, түзілмейтін витаминдер бар. Одан бөлек жалпы ағзадағы химиялық заттектерді, химиялық реакцияларды процесін жоғарылататын катализатор болып саналатын құрамында минералдар бар. Және де 18 амин қышқыл болады екен бұның құрамында. Енді одан бөлек бағана айтып өткен лигнин деген зат, ол ағзада транспорт қызметін атқарады. Жалпы сіздің ішіп жатқан әртүрлі дәрумендер болсын, немесе басқа заттардың керекті мүшеге жетіп баруына көмектеседі екен. Одан кейін Aloe Vera гель тағы да бір керемет бұның қызметі бар. Мысалы ас қорыту жолына болатын әртүрлі аурулар, мысалы панкреатит, немесе колит, энтерит, гастрит, мысалы язва деген сияқты проблемаларды осы Aloe Vera гель өніммен емдеуге, былайша айтқан кезде алдын алуға болады екен. Негізгі өнімнің қызметі алдын алу. Сол себепті күнделікті рационыңызға ауырмасаңыз да осы Aloe Vera гельді қосуды ұмытпаңыздар.